Қайырлы күн. Сіздермен бүгін ішекке дәрілердің, іш қатуға дәрілердің әсері туралы айтқым келіп отыр. Іш қатуды емдеуде немесе басқа ауруларды емдеу кезінде дәрілік препараттарды қолдану ол іш қатуды одан сайын күшейтуі мүмкін, немесе емдеуде әсерін азайтуы мүмкін. Сол себепті біз қандай дәрі ішіп жатырмыз, осының барлығын біздің емдеуші дәрігерімізге айтып жүргеніміз жөн. Яғни егер басқа ауру себебінен сізге дәрі тағайындалған болса, оны емдеуші дәрігеріңізге міндетті түрде айту керек. Барлық ішіп жүрген БАДыларыңызды, дәрілік препараттарыңызды ем басталмас бұрын бір қағазға жазып алып келіп, барлығын талқылағаныңыз жөн. Әрбір дәрілік препараттың ішінде өзінің инструкциясында қандай жағымсыз әсері болуы мүмкін, сол туралы жазылып тұрады. Яғни оны сізде білуіңіз қажет, емдеуші дәрігеріңізде білуіңіз қажет. Соған сәйкес, егер де ауыстыру керек дәрілер болатын болса, ауыстырасыз, немесе қосымша, яғни режим өзгерту, физикалық белсенділік қосу, немесе қосымша клетчатка қосу сияқты бір шараларды қолданып көресіз. Оның барлығы жұмыс барысында іске асырылады. Бізде дәріханаларда дәрілердің көп бөлігі рецептсіз жіберіледі. Соның салдарынан бізде дәрілерді бейберекетсіз қолдану, дәрігердің тағайындауынсыз қолдану өте кең тараған. Яғни Google-ға теріп, өзіңіздің симптомдарыңызды теріп, диагноз қойып алу, Instagram, әлеуметтік желіден, блогерлерден көріп алып, өзіңізге ем тағайындау өте кең жүріп жатыр қазіргі кезде. Сондықтан да дәрілердің жағымсыз әсері өте кең. Барлық дәрілік препараттардың жағымсыз әсері болады, жағымсыз әсері жоқ препараттар болмайды. Сол себептен дәріні қолданбас бұрын инструкциясымен танысыңыз міндетті түрде. Қандай жағымсыз әсері болуы мүмкін, ол дәрінің ішекке қандай әсері бар ма, немесе жоқ па, ол ішектің жұмысын баяулатуы мүмкін, немесе тездетуі мүмкін, жоғарылатып, немесе ішекке мүлдем кейбір іш қатуды емдейтін дәрілер, олар привыкание дейді, үйреніп кетушілік тудырады. Ол яғни ұзақ уақыт өздігінен кейбір препараттарды қолданған кезде, яғни дәрігердің тағайындауынсыз қолданған кезде, онда үйреніп кетушілік туындайды, ол үлкен проблемаға айналуы мүмкін. Сол себепті әрбір дәріні қолданбас бұрын инструкциясымен танысыңыз. Әр дәрінің өзінің тағайындау мерзімі болады. Барлығымен жағымсыз әсермен, тағайындау мерзімімен, минималды, максималды тағайындау мерзімімен танысыңыз. Егер де оған өзіңіздің біліміңіз, күшіңіз жетпей жатқан болатын болса, онда дәрігерге жүгінуді сізге ұсынар едім.